Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Әпетай Мұқарабұлының киелі көшат романының жалғасы. Әдіс амалымен жалғызбалап жамбауға ғана кірісті. Алайда бұл елдің күнкөрісі де қатты мүшкіл еді. Қолында тұрмыстық малы жоқтардың көбі тұрғын дүнген моңғол заңдылардың малын бағып кетті. Тұрғын жер иелеріне жалданып, егін салып, термен ұстап, отын суын тасып, жан баққандар да аз емес. Ал тағы бір бөлім бала-шағалар сол төңіректегі жақын аудандардан, қала құржалардан қайыр тілеп күн көрді. Солдан шәріп күз қыс мезгілдерінде азаматтарды шығарып тау ішінен жасырын аң атып әкеліп түнделетіп жоқ-жітіктерге үлестіріп, жерлік үкіметтен анда-санда құтқару астығын әкеліп таратып дегендей көмек көрсетті. Бәрінен де жаушылық жоқ, елдің іргесі аман. Азаматтар тірі болғаны жақсы болды. Жаудан қырылып, түтіні өшіп, бір семья топалаңы шығып, басқа ұлттарға телім болып кеткенге қарағанда расында шүкіршілік дейтін жағдай еді. Жақшы, бұл мазмұнда 800 баланың тағдыры атты мақалада тілге тиек етеміз. Сұр, багажа, долан, шапша, 4 жерден алынған бала санынан толық мәлімет жоқ. Өткен ғасырдың 50-60 жылдарында үлкендер 800 бала алды деп кеңес қылатын. Содан кейінгі жазба деректерде осы сан көп қолданылған. Бала жинау Мапуфкан әскери бөлімдерінің жеке дара әрекеті болғаннан шығар. Шишуан жаңа Шиннің қатарлы жерлердің жерлік архивтерінде ешқандай дерек қалмаған айтылады. 1950 жылдары көрнекті жазушы Құрманәлі Османұлының Баркөлдегі қазақтардан тексеріп жазған мақаласымен Баркөлдегі Базарқұл Шәріпқан Мұхаммедиұлы, Сарбас Мүсайып Шаяхметұлы, Барқа Қызырбек Көпенұлы, Таспике Құмарқан Мазанұлы қатарлы осы оқиғаның басы-қасында болып, қуысылдар елге оралған көзқарақты қарттардың айтқанын өзара салыстыра келгенде төмендегідей болса шындыққа біршама жанасатын көрінеді. Шишуан Жаңиеге қарасты елдерден алынған 400 бала, Долан ауданына қарасты елдерден алынған 100-ге жуық бала, Шапша ауданына қарасты елдерден алынған 70-ге жуық бала, Зәйвелінен қолға түсіп, Чиннинге келген 40-ға жуық бала, жиыны 600-дің үстінде бала. 1941 жыл көктемде Жаңие Шишуанға жиған балалардың ересектерін арбамен Чиннинге апарады. Қалғандарын сол жылы күзде Мафуфаң әскери бөлімдері Гансуден шегінгенде өздерімен қоса айдап Чиннинге апарады. Осы екі ретке барған 268 бала, қалған 130-дің үстінде бала Жаңие қаласының Даманшу казармасында аштан бейіт басып және науқастан қырылған. Ал Чиннинге жиналған 470-дің үстінде баланың қаншасы өліп, қаншасы тірі жоғалып, қаншасының елге аман келген межелеумен көшіруге болмады. Өйткені шығысқа ауған елдің кейінгі тағдыры мүшкіл болды да алды батыс елдеріне дейін, отанымызда қалғандары Алтайдан Гансудың Ақсайына дейін бытырап орналастырды. Бұрыннан ел аузында келе жатқан кеңес сарын деректерден басқа жазба дерек жоқтың қасы. Бұл балалардың кешірмесін арнаулы тақырыпта жалғастырамыз. Дәлелқан Сүгірбаев Гәстәге елде. 1940 жылы қыркүйекте Алтай көтерілісшілері Шыңғысайдың алдауына түсіп, қару тапсырып, Шыңғысай үкіметімен ымыраға келіп, аудандық үкіметтер қайта құрылған кезде Дәлелқан Сүгірбаев Сарсынбай ауданының орынбасары әкімі болып тағайындалды. Осы жылдары шығыс оңтүстік Шинжаңдағы Шақылық, Шәршен аудандарының әкімдерінен Құсайын елінің үш өлкенің шекарасында көшіп қонып жүргені жөнінде, тұрғын елдің мал мүлкіне амандығына қауіп төндіріп отырғаны жөніндегі аңыстар Шинжаң өлкелік үкіметке арт-артынан жетіп тұратын еді. Егер осы кезде осы шекара аудандардан бөлек шығып, яғни қазақ елінің бұланшылығына ұшырап, қыруар әскер шығаруға тура келсе, Шыңғысай үкіметінің басын ауыртатын үлкен іс болатын. Өйткені солтүстік, оңтүстік Шинжаңдағы малшы диқандар көтерілісі де Шыңғысай үкіметін көк желкеден тиген шоқпырдай есеңгіресіп тұрған шақ болады. Осының бәрін ойлаған Шыңғысай 1931-1932 жылдарда Құсайынның қазақ батальонын бастап, Чонжу, Тұрпан аралығында атой салып, Ма Жуңйыңға қарсы соғыста өзінің қолбасшылығында болып, ерлік көрсетіп, кейін Жиншығырынды аудару зор жиналысына қатынасып, өзіне бір дауыс бергенін, осының бодауына өзінің Құсайынға тәйізлік мәсіп сыйлағанын есіне алды. Ол жан-жақтылы ойлай келіп, Құсайын ақылға көнбейтін теріс адам емес. Қазақтың қалауын тапса, қар жанады деген тәмсілі бекер айтылмаған болар. Бұған тіл дауызды істің жөнін білетін қазақ мәнсәптілерінен біреуін жіберсем, ақылға көніп, айлаға түсіп қалар деп тұжырымдады да сол кезде Сарсылбай ауданының орынбасар әкімі.
Сол тұстағы көкілігі ашық қазақ оқымыстыларының бірі Дәлелхан Сүгірбаевты Арнаулы шақыртып алып, оның көкілік тауын, Күлше өзенін басып Тәкіламақан, Құммен Лопынұр шөлінің жалғасқан қылысынан өтіп, Милан өзенін өрлеп, Чақылық ауланы арқылы Гәстегі елге өтіп шығып, ондағы Құсайын бас болған елді ақылға көндіріп, осы қыстан қалдырмай атамекендеріне қайта көшіп келуді бұйырды. Шыңғыстай Дәлелханға Құсайын тәйжі мен ондағы елге мен атымнан көп сәлем. Өткенде Абай Баркөл қазақтарына өз білгенін істетіпті. Бір монша адамды қолға алыпты. Кейін мен білгеннен кейін бір талайын босатып қоя бергіздім. Бір әліптен басқа қазаққа мен ештеме істемедім. Абай, Әнуар, әбеулерді Баркөлден түгел табанын тайдырып, Абай да қазір сазайын тартып жатыр. Шинжаңдағы ел іргесі тынышталды. Ал саясатты бұлжытпай атқарып, ұлттар ынтымағын бекемдеп оқуға қарсы дами бастады. Енді өткенге құлы салынбайды. Оқ мылтық жиналмайды. Алман салықтар заңдасты. Қысқасы саясат тұрақты жалпы ел болып бір ниетпен Жапонға қарсы тұру көз алдағы бірден бір мақсат. Сондықтан ол жақтағы рубасылары күмәннен арылып, боқшаларын тастап, елдерін қағыр шөл мен қарды жонда тоздырмай, атамекендеріне қайтып келсін. Қайда қоныстасамыз десе де мейлі. Есіқаның елі Занзулармен де жауласып батыс Шизанға босып кетіпті. Жонтауда қаншама арқадан табар дейсің. Әсіресе Құсайын тәйжі қашаннан дәмдес, Мажиюнға қарсы соғыста тізе қоса күрес жасағанымызды ұмытпасын. Мен ол кісінің сондағы еңбегін әлі ұмытқаным жоқ. Көңіл баяғыдай Абайдың істегенін маған артып түсінбестік істемесін, деп көптеген саясаттарды тапсырды. Өзін қазақ халқына бірден бір қамқоршы етіп көрсетті. Мұның Баркөлдегі болған істерді тұтасымен Абайға аударғанына Дәлелхан да ишанып кетті. Өйткені Дәлелхан Баркөл қазағының ахуалына онша қанық емес еді. Сонымен Дәлелхан Сүгірбаев қасына Шақабай Түркістан Ноғайбайұлын және Секірбай Қылаңұлы қатарлы 4 жолдасын ертіп жолға шығып, әскери харитада көрсетілген жол бойынша шығысты бетке алып жүріп кетті. Бұлар жол бойы талайғақтардан, дыңғырлаған тұз алқаптардан, шөл жазирадан өтіп Шақылық ауданына келіп, өлкелік үкіметтің таңбасы басылған жол қаттарының арқасында бір қанша күн дем алып, күтімге алынып, ат көліктерін ауыстырып, толықтап алып, 1940 жылы Қарашаның орта шенінде Гәс көлінің батысындағы Арал деп аталатын жазық Сарғалды қыстап отырған Құсайын, Сабырбай, Мағызым, Тұңғышбай, Салақиттан Қабдыл қатарлы рубасылардың еліне жетті. Дәлелхандар елге таяғанда түстік жердегі Құсайын елдің қарауылшыларына кезігіп, қарауылшылар бұлардың атын тартып алып, қолға түскен тұтқын ретінде түйеге мінгізіп, ауылға алып келді. Құсайын елі бұларға толық сенбей, ат түйесін даярлап, бұлардың соңынан келетін әскер болу мүмкін деп күндік жерге қарауыл қойып, азамат топтап жанталасты. Өйткені бұл ауған елдің Шинжаңнан кеткеннен кейін соңдарынан қуып келген қазақ қандастарын бірінші рет жолықтырып еді. Содан 10 шақты күннен кейін барып, соңдарынан ештеменің қарасы көрінбеген соң жылы шырай білдіріп, ашық кеңестерге келіп, руластары кезек демге шақыра бастады. Дәлелхандар Алтайда болған Рысқан бас болған төңкеріс жайын қазіргі Алтай елінің солтүстік Шинжаңның жалпы ахуалын таныстырды. Баркөл жақтан да естіген білгендерін айтты. Бірақ Алтайдағы Шәріпхан бас болған елбасылар мен Ақытқажы уәкіл болған діни қайраткерлердің қолға алынып Үрімжіде түрмеде жатқаны жөнінде ауыз ашпады. Құсайын, Сабырбайлар. Ел іргесі тынышталды, жағдай жақсарды дейсіңдер. Үкімет халыққа сенсе, халықтың елін қорғап, жанын бағып отырған құралын неге тапсырып алды? Деп сұрау қойды. Сонда іштей қысылған Дәлелхан. Қазір Шинжаңда көптеген жаңа заңдар жарияланды. Үкіметтің халықтың амандығын сақтайтын әскер мен сақшыдан басқа әрқандай адам жеке құрал сақтауға болмайды деп сол заңда бекітілген. Үкімет халықтың амандығына кепілдік етсе, халық құрал ұстаудың да көп қажеті жоқ деп қысқа қайырды. Ой тәйір-ай, деді Сабырбай залы. Сөз жалтығып, осы жақтың үкіметі де құрал жинаған. Қай патшалықтан бері биден сенім кетсе ел тозады, халықтан сенім кетсе қашанда алдымен құрал жинамаушы еді. Құралсыз халық малмен тең, халқын құралмен басқарған үкімет жаумен тең деген осы. Алтайларыңды көк бөрте әскер басып жатқан шығар, бізден бөлініп ел сыққан кетті. Сендерден атойлап ұрысқан шықса, үкіметке қай қазақтың сенім арта қойыр дейсің. Қамақтағыларды шығарды, өзім де соның біремін дедім ғой. Сонда біздің Баркөлден ұсталған Қабдолла, Қайбарлар соңынан қолға алынған 18 арысымыздан қаншасын босатты. Қайран боздақтар бәрі де жігіттің сарасы еді ғой.
dedi söz gözeginde Jädik köküy kürsünüp. Mına ekebimiz de jaspyz goý. Delilkan Türkistan'a bardyp. Barköldägi ýerdiň elbaşçylary bizi tolyk tanymaýdygymyz goý. Gazarmaga bölek galmady. Olar bilen aralaşdygymyz bolmady. Bizni çygarganda köp adam çygargan. Belkim sonda bäride çykkan çygar. Däl hökümetiniň perende çygardyk degen жазба materialini görmedim, dedi Delilkan kısylyp. Bul jende Delilkanyň tanymaýdyny bilmeýdini de çyn edi. Birak türmeden köp sanda adamyň bosamaganyny da biledin. Mine bosunday özara sır tartışkan keňesler gündelikde jalgasyp jatdy. Ülkönler köbünde Altaýdyň jer suwun, sol gözdegi özleriniň tutasyn, süýekdesin, Hudaýjyklaryny suraýdy. Husaýyn, Jädik, Kusuman, Naýman, Käben gatarlylar köbünde saýasy ýagum bilen gatşy keňesleri surap sır tartady. Delilkanlar aýlana gonak bolup, kulanyň kazyk artasyna bögüp, awla zamatlary bilen asy oýnap, öleň aýtyp, keýde mergenderge ýerip, aňga çygyp günlerdi ötküzüp jatdy. 1941-nji jeltoksanda Araldagy el bir göçüp Kızıltaşyň terskindägi tusandy adyrlarga çurt jaňalap kondy. Osugusda awul basyndan azamatlar çygyp, Şakylyk awlanyň Uýgur diýhanlaryna aňyň tersin, ýetini aparyp astykça alyp geldi. Endi bir jagdan tapsyryk boýunça tyň-tyňlap özlerinçe misalyk istep geldi. Hiç kanday böten habar bolmady. Delilkanlar jatkan kezderde ruhbaslar awul azamatlaryny jortugulga bastyrmady. Ütkeni bunday hökümet adamlaryny jaktyrtmaýdynyň bäri de tolyk düşünedi. Sonumen Delilkanlar 3 ay jatyp jalynganday bolup hyzmet istese de köşemiz dep birde bir ruhbasy bel bulup çykmady. Delilkanlar Husaýynga Çyňysaýdyň selemin kança kaýtalasa da Husaýyn, "Oy karagamay, hökümetniň aýlasy biz görgen baspen syrak. Bastabynda talabynyň bärine makul bolgany men wagt ötegele ýebin taýyp sözünde turmaýdy. Bu zamanyň zaňy Kazakdyň Kasymxanyň Kaska jolu, Esimxanyň eski jolu ýakty turakly jalgasa bermeýdi. Saňdy goýup Hudaý Quran dep öwede bergen Pulijaň da sözünde anyk bir juma turgan jok. Endi tagy Çinjaň ýakty tar jerge baryp taýgak keşip ötüskençe osy keň çyýrda aňymyzdy atyp jep tutganymyz jumurumyzda dep Alman salykdan awlak hökümetiniň köp petwasyna kulaktanyş. Osy aramyzda jata berek. Şuňdugan bölük çygarady dep bizden alaň bolmasyn. Haýda barsak da osy Xitay toprakynda turamyz. Elden çygyp eş gaýda getip bar jatganymyz jok. Degen turakly ideýasyndan bosamady. Kezinde Çyňysaý bilen demdes bolgan Husaýyn jirmegende başga ruhbaslar tipdi kasarsyp aldy. Bul eldiň ata mekenге gaýtmasyna köz jetken Delilkanlar katty tarykdy. Ütetini Çyňysaý osunda ülkön ümit artyp, muqim Çinjan gazagyndan tekedey taňdap jiberip oturganda kışta istegen hyzmeti serge getip, ardyna ergen kara jok sokabastary gaýta baryp Çyňysaýga senime getetini boldy. Endi bir jagынан Çyňysaýdyň bular iştetçisi bolup astasyp elge kerügüt aýtyp Kasakana köçürmeye geldi dep gümendenbasyna kim gepil? Eger onday bolsa budan keyinki günleri ne bolady? Dese de kısta istegen hyzmetiniň bodawy bolar. Jädik köküy Husaýnyň agalary Muqay Abubakir gatarly bir gança tütün küzde mal semirip jerge kar түскönde ata mekenge köçüge makul boldy. Birak tütün sany öte mardymsyz. Özleri ykbalda adam bolmagan soň jalpy elge ykbaly zor bolmady. 1941-nji ýyl Nawruzyň aýagy elden töňülgen Delilkan 2 gün oturup osy töňürekdegi ruhbaslar bilen ülkönlerge koştaşyp selemin жазdy. Jene özü awulga baryp jönün aýtyp Çinjan kaçanda kindik kesip pürjülgen jerleriňiz. Bugün gaýtgylaryňyz gelmese keyin gaýtatyn bolarsyzlar. Kaçanda kararmanday Kazak eli, Çinjanyň Akbasta Aýdyn göli, Nuw orman möldir özüni eşleriňizde bolsun. Allah aldağı günlerde kezdeştirdi näsip aýlasyn. Koş tozgan kayran Kazak, koş dep birden kollaryny kısyp kıymaslyk bilen koş aýtdy. Yazgan selemin özleri jolga çykkan soň aşyp körüdi aýtyp Kakybay, Tölebay uluna ustatyp ketdi. Delilkan Sugurbaýowdyň sondaky selemi muna beken. Koş tuğuslar aman bol. Uzakka tartıp barasyň. Tappaýtynyň anyk goý jaksy жерdiň sarasyn. Kezetiniň anykdyr giýmeley pamir arasyn. Joldagy ölgen adamnyň körösün gör jalasyn. Tuz gölde örlep köşkönde batbagyna batarsın. Batkan maldy tartalmay aşulanyp batarsın. Öz günäňdi bilelmey Hudaýga til tigizip günaga bosga batarsın. Aksakal topaň mollanyň kılap kıldyň batasyn. Kılap kılgan jazaňdy akyry bir gün tartasyn. Oran kılıp aldadyň 14 ultuň balasyn. Selimde käri tokaň aksakalga, sömiz budan keyin kanday halga. Jaslardyň
Can saqtabı oңay bolar, ey toqa batadı qoy, sizdey şalğa. Toңquşpay ömrüңde el görmödüň, jürügdi el işinde jön görmödüň. Жасыңнан четтеп жүрүп, кыйыр жайлап, халыкты тууралыкка келтирмедиň. Сәлемде Рахимулла казыңызга, тилине сакаң бидиң аздыңызба, Кудай Куран батаңды кылап келтирмей терс жолго жаздыңызба. Жасыңнан четтеп жүрүп, саяк өттүң, жакшылыктан жамандыкка таяп өттүң. Шагыңда өлөттүгүн терс бастап, көрөтүн жакшылыктан неге кечтиң? Tағы da selim жаздым Süköň molla. Her türlü sözler ayttың осы жолда. Айтқаныңа келтіріп алып кеттің. Аздыруға көрмөдім сендей жорға. Тағы да selim жаздым Сақаң биге. Туысты салып кеттің қандай күйге. Айтқаныңа келтіріп алып кеттің. Қашып пыспай жүріп ақ жатып үйді. Сен едің кеше ғана қара қойшы. Бүгін жігіт болыпсың санал ойшы. Би жоқта құлыр өді дегендейін алыстан бұл заманға қарай қойшы. Сәлемде мағзым нәукен екі байға. Кім білдір жүреріңізді қандай жайда. Мақтанып бай дегенге лақап алған тастарсың аз қойыңды жалғыз сайға. Жүйріктің екеуіңе қайдан бітті? Жүйріктік екеуіңе қайдан бітті? Жет алмас шабан едің құлын тайға. Ел бастау екеуіңе лайық беді. Үйіңде мас болдың ба ішкен чайға. Сәбікең сәлем жаздым дұға көйге. Салады мына жастар қандай күйге. Айрылдың 12 абақты уысыңнан бұйырғанын көрмей-ақ жатып үйде. Сәлемде сансыз құсыман замандасым. Қиялмай мен барамын сенің басың. Айрылдың сүйікті отан мекен жерден геймалай кезер болдың таумен тасын. Сәлемде сансызбай мен Хабдел мырза. Сіңе екеуіңнің болдық риза. Қалмақтай қолға түскен тонап алып, орынсыз не себеппен қылдың жаза. Сәлемде жолдас болған Оқубайға. Тапсырдым сені бір құдайға. Хақымыз жолдас болған бар емес пе, қалайша қас қылдыңыз жалғыздайға. Ей төре қош айтпастан тауға көштің. Байқадың надандықпен істің жайын. Қол қотыр құдыққа тышады дейді, кешегі татқан дәмге неге тіштің. Сәлемде Әубәкір мен көкейсізге. Айып жоқ. Олай тұрсақ екеуіңізде кешеден татқан дәмді ақтадыңыз, айтар жоқ мұнан ары енді бізге. Айтамыз екі жолдас бұл сәлемет. Екеуің қайда жүрсең халыққа аманат, әр қашан тілеулеспен тілегіңе, әр қашан көңілімізде болмайды жат. Құсайын сәлем жаздым өзіңізге, оқып жүр келіп қалған кезіңізде. Бір ауыз сізге айтар өкпеміз бар, тұрмадың әуелгі айтқан сөзіңізде. Және де өкпелейміз тағы сізге, тайжаға ғайып қылма пақыр бізге. Үкімет уәдесіне сенбедіңіз, айтар жоқ мұнан ары енді сізге. Көкшетау мұнарланған көлің қайда, қолпырған масатыдай жерің қайда, сай-салаң көрікті жер малға толған, баласы 12 абақ елің қайда, тігілген 6 қанат үйің қайда, жар салып 2 ай бұрын керей елге беретін аспен тойғып жиын қайда, көк қасқа беті келіп елің қайда, қисайып жөнге түспес кезің қайда, жүргізер дінге құқын қазың қайда, қадірлес бір-бірінен азың қайда, көгерей шалғын біткен сазың қайда, майпаңдап көлге қонған қазың қайда, жаз ауып желді 90 туған күзде құс салып жүгіртетін тазың қайда, тігілген 6 қанат ордан қайда, майлығы айрылмаған қордан қайда, мырзалар бір-бірінен қалап алар, шаң шыққан табанынан жорған қайда. Шаң шықпас кермедегі жүйрік қайда, қақ жарған қарақылды билік қайда, боз бала сауықпенен күн өткізген дәриғай онлай енді заман қайда. 1941 күзде Дәлелқан Сүгірбеевтардың өгітінің ықпалында Жәдік Көкей, Найман Құсайынның ағасы Мұқай, Әубәкір және Боғдабай, Шотқара Сарбас, Кененбай ұлдары Сүлеймен, Әбдуәли, Шүленбай ұлы Әбілғазы қатарда елудей түтін Шыңқайдың Гәс көлі маңындағы Қызылтастағы елден бөлініп, Шақылықты басып, Тарым өзенін кесіп өтіп, Қарашәрге жетті. Көкейдің елден бөлінуінде 2 түрлі себеп бар еді. Бұның бірі Шыңғысайден қорқарлықтай оған істеген ештемесі жоқ. Ел бастап үкіметке қарсы шапқан жоқ. Қайда барса жанын жалдап жан бағады. Ата мекендері Морүй, Баркөл, жан бағысқа қолайлы жері. Енді бірі хан Үйжаңды алған заманда Сабырбай зарының 40-тың үстінде мықты азаматты реттеп Жәнтекей ауылына көмектестіріп, өзі бастаған азаматтардың жауды аман қоя беріп, елді қырғындатқанына ұлы Құсыманның ағайынның жаралап, ел берекесін кетіріп, елсін қандай бөлініп кеткеніне разы емес еді. Тағы бір жағынан, Жонтауда аз ғана Жәдік ауылы 2 бөлініп, 2 сайды құлдағанда Сабырбай жол аузында бұрын жетіп, мұңғылдың түйесін тегін алып, артта қалған көкейлерге қол ұшын бермей, Нарынқұлды өрлеп, құм көлге асып кеткеніне ағайынның аман жаманына қарамады деп қатты ренжіген болатын. Ал Сарбас Әбілғазы,
Әбілқайыр ағасы болатын. Өзгіндігінен ұл бала болмаған соң Әбілқайырдың тұңғышы Назарханды бауырына салып алған. 1940 жылы күзде Гансу сұр жерінде бала алғанда Әбілқайыр өз қолындағы балаларын жас арам өледі. Ересек Назарханды барсын деп соны салған. Бұған Әбілғазы, сен өзің беріп, өзің алып дүнгенге салдың. Сенің мұның Құдайдан бір кем болмады деп қатты ренжіп, Мейірімхан елі қалтыннан екі бөлінгенде соңғы Нұрсадық Тұрдылар бастаған елде қалып, Тәжінордағы қырғында Кәмилә, Ділдәқан, Мәсіғұт атты үш баласы қолды болып кетті. Сол жылы Моңғолдан бір бала бағып алып, келесі жылы әйелі тағы бір ұл тапты. Ұрпағы кесіліп бара жатқанда екі балалы болғанына қуанған Әбілғазы, бұл тауда жүрсек ұрпақтан айырыламыз. Онан да Шақылық Қарашәріге Көрліға барып, масақ терсемде жан бақпаймын ба деп, ұрпақ үшін елінен бөлінген еді. Ал Сүлеймен мен Мұқайдың жайы Сүлейменнің алғаны Әлкенбайдың қызы, Құсайдың әпекесі. Яғни Сүлеймен Мұқайдың жездесі. Бұлардың ағайын арасында не кикілжіңі бары белгісіз. Тек бір-біріне қара тартып қатын баланы тауда тоздырғанша ауа райы жақсы отырақты жерде тұрғанымыз жөн болар деп елден бөлінген шығар. Әбдуәли Сүлейменнің бауыры, ол тұрмыс қамы үшін ағасымен еріп кеткен. Осы бір бөлім ауыл кеткенде талай шабан шалаңдардың кеткісі келіп, бірақ Атышулы Лопынор қағынан мініп өтер ат көлігі болмағандықтан тізелерін кеміріп қалды. Өйткені Жонтаудағы тіршіліктің оңай болмасы, тұрғын ұлттар мен үкіметпен болған қайшылықтың оңай сабасына түсіп, бейбіт күн кешірудің ауылы алыстаған ересек адамдардың бәрі де түсіне бастаған кез еді. Сонымен бұл көшкен ел үңгілік тауын басып, Милан өзенін құлдап, тұз, қақ, чөл даладан өтіп, Күлше өзенін бойлап Қарашәрден барып бірақ шықты. Бұлар шамамен 1000 километрге жуық жол басып, 2 айда қыс ішінде Қарашәрге жеткен еді. Көкей бастаған жәдік ауылдар 1942 жылы сол алқаптарда мал төлдетіп, жазында Хыжиң, Хышу аудандарының жерін жайлап, күзден бастап шығысқа жыла қонақтап көшіп, қыста Тәңіртауының күнгейіндегі қардан пайдаланып, үздік көшіп 1943 жылы жазғытұрым Жетіқұдықтан асып Баркөл жеріне жетіп бірақ тоқтады. Осы ауылмен бірге келген Уақ, Орықбай, Ескендір, Халилардың ауылы Мориға бұрылып кетті. Бұлардың алғаны Ителі, Сарыбай ауылының қыздар еді. Ол кезде сол ауылдағы адамдардың атамекенге қайта оралғанын өлкелік үкіметтің ұқтыруы бойынша әрбір жерлі үкімет қамқорлық жасап, жайылым босатып, хал сұрап отырды. Ауылға аларлықта ешқандай кедергі болмады. Бұл 1938 жылы Қарашада қалың ел шығысқа ауғаннан кейін мал басы аман атамекенге қайта оралған бірден бір қомақты ауыл болады. Сөйтіп Көкей бастаған осы ауыл қайтып Баркөл жерінен қозғалмады. Азаттықтан кейін де үкіметпен халық қадір тұтқан Көкей ақсақал өзіне тиісті қоғамдық міндеттерді өтеп 1980 жылдарда дүние салып, зираты Баркөл ауданының оңтүстігіндегі Ұлы Тәңіртауының теріскей сары төсінде алыстан Ақбоз үйдей көрініп тұратын ескерткіш болып қалды. Әбілғазы әйел Әнуар, Жақша Садық Қажының қызы. Әбілғазы әйелі Әнуар екеуі де Қарашәрі жерінде қайтыс болып қалған екі баланы Сүлеймен, Әбдуәлилер бағып, кейін екеуі де өліп, Сүлеймен және бір екі баласымен қайтыс болып, қалғандардың күнкөрісі қатты нашарлап, бөгде ұлттың ішінде жан бағыстар қиын болған соң, Әбдуәли мен Сүлейменнің үлкен ұлы Қаһарман бастап 1943 жылдар қозғалып, түстіктегі қазақ елінің ішіне барып, жан бақпақшы болады. Осыдан кейінгі іздері беймәлім. 1948 жылы жазда Әбдуәли Фукан құржасынан қайыр тілеп жүріп, осыдан 8 жыл бұрын дүнгенге кеткен Назарханға тұтқиыл жолығып қалып, бірін-бірі құшақтап жыласады. Әркім өз кешірмелерін қысқа айтысады. Назархан 2 айдың алдында ғана Шинхайдан әскери бөліммен бірге жөткеліп келгенін, Гансудегі елдің Чинжанға қайта оралып жатқанын айтып, Әбдуәлиға бума қап астық алып береді. Осыдан кейін Әбдуәли біреудің түйесін майлап мініп, күн жүріп, түн жүріп, қазіргі Арасүрік ауданы жағында отырған туыстары Зинан Залыңның ауылына келеді. Назарханның хабарын айтады. Өшкені жанып, өлгені тірілгендей болған туыстары бірінен бірі сүйінші сұрап, малдарын айтып сойып, өлгендерге қатым түсіріп, абыр-сабыр болады. Сол жолы қыста Әбдуәли көлік алып келіп, жазғытұрым Сүлейменнің кемпірі Көмік, балалары Қаһарман, Чәден, Әбіл және өз семьясын көшіріп келіп, Баркөл жеріндегі туыстарына қосылады. Жақша өз семьясындағылар кемпірі Мұжила,
Könse dağırıгынан. Ulu Kasım, kızı Almakan. Barköl жеріндегі туыстарына қосылады. 1949 жылы жазғы тұрым Жәнімхан Әбілқайыр ұлы Пуган ауданына барып Назарханға тілесіп, 2 күннен кейін Назархан қашып шығып, Құржа сыртындағы Жәнімханмен табысып, жолдағы елден берсе қолынан бермесе жолынан көлік мініп елге жетеді. Ал енді Мұқай Әубәкір Әлкенбай ұлдарына келсек, бұлар 5-6 түтін Қарашәрі төңірегі мекендеп, аздап мал бағып, егін салып, көбінде газетте қалған кіндіктес туыстарына қарайлап ешқайда кетпейді. 1944 жылдарда Шақылықтағы ұйғырлар арқылы хабар алып тұрған Кәбен Төлебай ұлы барып, амандық сақтаған әскерлерді жатқан үйінің сыртынан құлып салып, оқырдағы әскердің жарамды аттарын алып, ат қораға әр түрлі мылтықтың оғынан тастап, жүрек алды қылып, бір таңда лопын ұрды бетке алып жүріп кетеді. Сонымен арттарынан қуатын әскер жаяу қалып, Кәбен мұқайлар айлап жол басып, аман есен газеттегі елдеріне қосылады. Жеке-жеке әңгімелер болсақ, бәрі де хикметті хикаялар. Дәлелқан Сүгірбаевтың қызмет нәтижесі осымен тәмамданды. Осымен қатысты тағы шолақ кеңес Шақабай Құдайберген Шаймарданұлы Қангешті Кердалы атты кітабында мына жайтты айтады. Мұқай көкейлердің көші Шақылық ауданына барғаннан кейін Шақылық аудандық үкімет әскери штаб Шақылық ауданы мен әскери бөлімге нұсқау беріп, қалған елге тағы уәкіл жіберіп қызмет істеуді тапсырады. Шақылықта тұратын әскери бөлім Ләмпайжан бастаған 5 әскерді уәкілдікке аттандырып, Құсайын бастаған елге үкіметтің саясатыны күттеп көшіп келулерін қарсы алатынын, көкей мұқайлардың үкіметтің қамқорлығына ие болған жеткізуді тапсырады. Ләмпайжандар Алтын таудың қысағына жеткенде Құсайын елдің шолғыншыларының қолына түсіп, шолғыншылар бұларды елге жолатпай азық-түлік беріп, жаяу қайтарып жібереді. Бұл әскерлердің амандығынан алаңдап, соңынан тағы 40 әскер шығып, жолда Ләмпайжандарға жолығып, таудағы жау қазақ алдырмайды деп қайтып кетеді. Осыдан 1949 жылға дейін Чинжаң үкіметі қайтып бұл елге уәкілде әскерде шығармады. Осыдан кейін Құсайын, Мейірімхан, Сабырбай, Салақиттан, Қам, Зинан қатарлы ауылдар Тәйжінөр, Қажыра жақтарына қоныс аударып, Моңғол малшыларын шауып, бұлап, есе қайтаруға кірісті. Орынсыз жортуыл, аяусыз алапат. 1941 жылы маусымда Қажыра Тәйжінөрда Мапуқан әскерінің қырғындауынан қалған ел Кәрінгі тауында Құсайын, Сабырбай, Салақиттан, Тұңғышбай, Қам қатарлар бастаған елге барып қосылып, сол төңіректегі түтін саны 600-дің үстіне жетті. Шабындыдан қалған елдің көбінде шаңырақты үй жоқ. Бұрынғы бір қанша түтіннен тірі қалғандар бірлесіп бір қоста күн көргендер көп санды болатын. Шұбаркерей бір таудың теріскейіне қоныстанған соң әркерей жауапты болып бас аяққа қарауыл қойды. Жесірлерді әмеңгерлікке қаратып, салт азаматтар мен қыздарға өзара құда болысып, үкі тағып, ел тағы жаңа тіршіліктің қамына кірісті. Аз күнде болса бейбіт тұрмыс ел еңсесін көтеріп, ұйқылары қанып, қызыл қырғын қан кешкен күндер біртіндеп ұмыт бола бастады. Осы жылы күзде Жонтаудың жұмыр шөбін жеген мал жақсы тойынды. Елбасылары бас қосып тағы жаңа тіршіліктің қамына кірісті. Құсайынның үлкен ақ үйінің іші толы адам. Түгел сол елдегі өзінше қасқамен жайсаңдар. Далада мал сойып, ет асылып жатты. Ақ құйрық шайды сораптаған мықтылар біріне бірі есе бермей гүжілдейді. Кеңес үстінде бәрі де қысыр кеңестің әр тұрғысынан кенде емес. Бәйбішесінің төсегіне арқасын сүйеп, малдас құрып отырған Құсайын орнынан қозғалып, екі иығын ұшатын құстай қомдап көтеріліп отырып, үнін көтере сөз бастады. Әй жігіттер, сабы етіңдер, деді. Жаңа кеңес бастайын, бейне байқатайын. Ол тілі мүкіс болса да, қорғаламай сөйлей беретін жәнеді. Бүгін бәйіңді шақиғанда, қайындайың ашып жүй ғой. Етке тойғызайын деп шақиып отырғаным жоқ. Енді бір-екі айда қылышын сүйретіп қыс келеді. Басында пана жоқ шабан шалаңдай анау. Ойға түсе алмай тауда қамалып отырғанымыз мынау. Мұңғылдаймен жақсы күнде аялашып отия беуші едік. Енді жау болып алдық. Қыста қайда баямыз? Қысы кеңестен сөй пайда жоқ, деді ойын білдіріп. Отырғандардың бәрі жөн дескенмен ешкім тіс жарып ештеме демеді. Бәрінің көзі кәріз алың недер екен дегендей Сабырбайда. Көптің көздеріне түскен Сабырбай. Асыл тастан ақыл жастан деген. Мен болсам көш жолынан басқа ешқайда бұрылып шықпаған кәрімін. Сендер оймен қырды жортып дүниені болжап жүрген адамсыңдар. Қалай болса да арттарыңнан ерген халқыңа тиімді боларын өздерің айтыңдар. Алып қашып
Bara жатсаңlar басып айтамыз, деді толық көмейін сездірмей. Оң жағындағы кіреуетке құйрығын қойып отырған кәбен Төлебайұлы жан-жағына алақ-бұлақ қарап алып, әдемі қияқ мұртын бір сылап тастап: